Мотивацияға толы видеоларды жоғалтып алмас үшін каналыма қосылуды ұмытпаңыз. Омар Хайям 1000 жыл бұрын өмір сүрген, бірақ оның шығармалары қазіргі әлемде өзектілігін жоғалтпайды. Егер адам басынан қандай да бір қиындық көрсе, парсы ақынның өлеңдеріне жүгінгені жөн. Көптеген адамдар тек өз өміріне назар аударады, бірақ бұл тәсіл дұрыс емес. Бұл жөнінде ұлы данышпанның тағылымды жолдары бар. Жылы сөз айтудан қорықпа, және жақсылық жаса. Отқа неғұрлым көп ағаш салсаң, жылу соғұрлым көп қайтарылады деп жазды Омар Хайям. Заманауи қоғам жиі дөрекі мінезді көрсетеді, сондықтан ол ешқандай жағымды эмоциялар мен жақсы істерге қабілетсіз. Мұндай адамдар көбінесе өздері туралы ойлайды, бірақ бұл жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. Омар Хайям жылы сөз бен істің маңыздылығын отын салу керек пешке теңеді. Көптеген жақсылықтар міндетті түрде есептеліп, сізге қайтарылады, сондықтан бұл мәселеде ешқашан сараң болмаңыз. Достарыңа опасыздық жасама, оларды алмастыра алмайсың. Жақындарыңды жоғалтпа, сен оларды қайтара алмайсың. Өзіңе өтірік айтпа, оны уақыт өте келе түсінесің. Бұл өтірікпен өзіңе опасыздық жасап жатқаның деп жазды Омар Хайям. Кез келген адам өзінің достары мен жақындарын бағалау керек. Өйткені кез келген өтірік немесе сатқындық оларды қатты ренжітетінін түсіну маңызды. Соның салдарынан сіз жақын адамдарыңыздың сенімін жоғалтуыңыз, сондай-ақ олардың өзін жоғалтуыңыз мүмкін. Бумеранг заңы бар екенін есте ұстаған жөн. Өзін-өзі алдауға тырысатындар да бар. Көбінесе бұл жағдай күрделі өмірлік проблемаларға келеді, сондықтан сіз өзіңізге адалдықпен және шынайылықпен қарауыңыз керек. Көптеген адамдар үшін түсінік ештеңені түзету мүмкін болмаған кезде тым кеш келеді. Сараң заман нашар деп өкінбе. Қолыңдағының бәрін жұмса. Есіңде болсын, бір ғана өмір бар. Қанша алтын жинасаң да, сені осы жерден басқа әлемге апарады. Елестетіп көрші, сен бір уыс астықты да алып кете алмайсың деп жазды Омар Хайям. Көптеген адамдар өздерінің қиын өмірлеріне шағымданумен бірге ақша үнемдеуге дағдыланады, өйткені кез келген жинақ бір нәрседе шектеулерді білдіреді. Дегенмен сізге бір ғана өмір берілгенін түсіну маңызды. Сондықтан оны рахатпен өмір сүру керек. Ақша және кез келген сәнді заттар тек осы әлемде бар, сондықтан сіз өзіңізді ештеңемен шектемеуіңіз керек. Өміріңіздің соңында сізді көптеген жолдармен шектеген шамадан тыс сараңдық үшін өкіне бастауыңыз мүмкін. Бұл опасыз дүниеде ақымақ болма. Айналаңдағыларға батыл сенуге барма. Ең жақын досыңа тұрақты көзбен қара. Доста қас жауың болып шығуы мүмкін деп жазды Омар Хайям. Ұлы ақын сізді қоршап тұрған адамдарға ешқашан сенбеуге кеңес береді, өйткені ең жақын досыңыз да сатқындық жасауға қабілетті. Әйтпесе бұл адамға ауыр азап әкеліп, оны бақытсыз етеді. Кейбір адамдар өздерінің әл-ауқаты, бақыты және ақшалай пайдасы үшін сатқындыққа қабілетті. Бұл адамға жақындаған кезде әрқашан ескерілуі керек. Егер сіз осы қарапайым шындықты түсінсеңіз, өмір әлдеқайда жеңіл болады, өйткені сіз тіпті жақын адамдарыңыздан да кез келген тосын сыйларға дайын боласыз. Басына бәрінен де бірінші махаббат. Жастық жырында бірінші сөз махаббат. О, ғашықтық әлеміндегі бейшара надан. Біздің бүкіл өміріміздің негізі махаббат екенін біл деп жазды ұлы Хайям. Көбінесе адамдар махаббат емес, ақшаны өмірдің негізі деп санайды. Бірақ бұл қате. Материалдық мәселе әрқашан төмен болуы керек. Өйткені егер сіз жалғыз болсаңыз, ол сізді бақытты етпейді. Кез келген адам үшін қамқорлық пен сүйіспеншілікті сезіну маңызды. Бірақ шынайы сезімдерді ақшаға сатып алуға болмайды. Сүйіспеншілікті бірінші орынға қойсаңыз, өмір әлдеқайда қызықты әрі бақытты бола түскенін байқайсыз. Омар Хайямның қайтыс болғанына көп болды. Бірақ оның өлеңдері қазірде жоғары танымалдылыққа ие. Оның шығармалары жанға шипа, қайғы мен мұңды сейілтеді, сонымен қатар адамның қай бағытта қозғалу керектігін көрсетеді. Қазіргі адамдар жақсы табыс, мансап, әдемі сыртқы келбетті өмірінің мәні санауды әдетке айналдырғанымен неге екені белгісіз, жан дүниесін ұмытады. Келесі жолдар оларды шынайы жолға қоюы мүмкін. Адамның жан дүниесі неғұрлым төмен болса,
мұрынын соғұрлым жоғары шүйіреді. Жан дүниесі өсіп жетпеген жерге. Ол мұрынымен созылады деп жазды Омар Хайям. Егер адам өмірінде бір нәрсеге қол жеткізген болса, онда ол бірден өзін басқалардан жоғары сезіне бастайды. Өзінің жетістіктерімен мақтана бастайды, және басқа адамдарды кемсітеді. Бұл қателік. Әдетте мұндай белгілер төмен деңгейлі жанды көрсетеді. Адамның жан дүниесі жақсы дамыған болса, оның басқалардың алдында мұрнын шүйіруінің қажеті жоқ. Өйткені ол бәрін бірдей, бірыңғай көреді, және бәрінде бірлік сезінеді. Жан дүниесі төмен адамдар үшін сәттілік әдетте қысқа болады, сондықтан сіз ешқашан өзіңізді басқалардан жоғары қоймаңыз. Бұл жерде бумеранг заңы жұмыс істеп кетеді. Тәкаппарлықпен бетпе-бет келген жандарға ұлы ақынның ғибратты жолдары бар. Оларды оқығаннан кейін тіпті мұндай проблеманы сезінбейтіндер де бұл туралы ойлану керек. Сен батпақтан шығып ханзада болдың. Бірақ тез ханзада боларда. Көз тимеу үшін ұмытпа. Ханзадалар мәңгілік емес, батпақ мәңгілік деп жазған Омар Хайям. Көптеген адамдарға өмір сапасы мен қаржылық жағдайын жақсартатын құнды мүмкіндік беріледі, бірақ тез көтерілгеннен кейін олардың көзқарастары өзгере бастайды. Мұндай адам меншіл бола бастайды, өзін тәкаппар ұстайды, сонымен қатар мәртебесі төмен адамдарға менсінбей қарауға тырысады. Алайда бұл адам осы жақын арада ғана өзінің менсінбей тұрған адамдармен бірдей жағдайда болғанын есіне де алмайды. Мұндай әрекет ету тіптен дұрыс емес, өйткені кез келген сәттілік мәңгілікке созылмайтынын есте ұстаған жөн. Дана ақынның өлеңін оқығаннан кейін әркім батпақ қана мәңгілік екенін түсінуі керек. Сондықтан тәкаппарланбау, сонымен қатар жақсы өмірдің әрбір сәтін бағалай білу әрқашан маңызды. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.